Пікірталас алаңына 20-дан астам спикер жиналды. Жарыс мектеп оқушылары арасында жемқорлыққа қарсы пікір қалыптастыру қажет және жемқорлықты еңсеруде акциялар мен флешмобтар тиімсіз деген тақырыптар аясында өрбіді. Мемлекеттік орган өкілдері де өздерінің салмақты ойларын ортаға салуға арнайы келді. Осы іс-шараға мен алғаш рет қатысып тұрмын. Іс-шараның атауы Қазақстанның бүгіні мен болашағы. Осы іс-шараға қатысқан себебім өзімнің органым туралы халықта белгілі бір ақпарат қалыптасқандай, жастарды осы мемлекеттік қызметке тарту. Елімізде жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуде өзге елдердің тәжірибесі жиі назарға алынады. Осы орайда Сингапур, Гонконг, Вьетнам сынды мемлекеттердің превенциялық бағыттағы жұмыстарын, соның ішінде жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудағы шаралар қолға алынуда. Сондықтан да қазіргі уақытта да осы Қазақстан соңғы 3-4 жылда осы 3 бағытты қолға алып, сол бағытта көптеген шаралар жүргізіп жатыр. Дебат жеңімпаздары республикалық турнирлерге жолдама алатын болады. Гүлден Төлеген, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.